Қайырлы күн балалар, сендер осы сабақта етістікті жалғастыратын боласыңдар. Осы сабақта етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтайсыңдар және мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ қоясыңдар. Етістік дегеніміз заттың іс-қимылын білдіретін сөз табы. Мәтінді менімен бірге түсініп оқы. Зере биіктігі 80 сантиметрге дейін жететін шөптектес өсімдік. Зере шалғынды жерлерде, өзен жағасында, тау беткейлерінде өседі. Мәдени өсімдік ретінде кей жерлерде қолдан егіледі. Зере пайдалы өсімдік, оның жемісі дәрі жасау үшін керек. Мәтін не туралы? Енді бір-бірлеріңе осы мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ қойып көріңдер. Сосын бұл мәтін әңгімелеу мәтіні ме, әлде сипаттау мәтіні ме? Қалай ойлайсың? Мысалы, менің сұрақтарыма жауап беріп көр. Зере қандай өсімдік? Зеренің биіктігі неше сантиметр? Жемісінен не жасалады? Зере қай жерлерде өседі? Сен өзіңнің құрған сұрақтарыңды достарыңа қойып көр. Енді жұмбақты көркемдеп жазамыз және шешуін табамыз. Күн нұрымен піседі, уылжып қолға түседі. Бұл жұмбақтың жауабы әрине жеміс. Енді осы жұмбақта етістіктер піседі және түседі. Екеуі де не істейді деген сұраққа жауап беріп тұр. Біз осы жұмбақтағы етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын тауып көрейік. Бірінші байланыс күн піседі. Екінші байланыс нұрымен піседі. Тағы да түседі деген етістік уылжып түседі, қолға түседі деген байланыстарды көрсетіп тұр. Балар, жұмбақтың шешуі әрине ол жеміс, күннің нұрымен піседі, уылжып қолға түседі. Сергіту сәтін жасап алсаң, келесі жаттығуды оқып көр. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту деген сөздердің синонимдерін бірге тауып көрейік. Мысалы, сыйлау деген сөзді құрметтеу, бағалау деп айтуға болады. Кездесу деген сөзді жүздесу, жолығу деп айтуға болады. Әртүрлі айтылғанымен мағынасы бір. Ұялу, оны басқаша қысылу, қымтылу деп те айтамыз. Үркіту деген сөзді шошыту, қорқыту деп те айтуға болады. Ал сен қандай синонимдер таптың? Пікірге жаз. Балалар, синоним деген мағыналары бір-біріне жақын, бір ғана сөз табына қатысты, әртүрлі дыбысталып айтылғанымен мағынасы бір. Синонимді білу тілді байытады. Синоним сөздер талғампаз болады. Келесі жаттығуда қамқорлық жасау туралы әңгімелесеміз. Мына сұраққа жауап жазып көрейік. Кім інісін киіндірді? Мысалы, Әсел інісін киіндірді. Ал кім өзі киінді? Айбек өзі киінді. Енді киіндірді, киінді деген екі етістіктің қандай мағынасы бар? Мағыналарын бір-бірлеріне айтып көріңдер. Сосын сендер үйдегі кішкентайларға қандай қамқорлық жасап жүрсіңдер? Оны достарыңа айтып беріңдер. Осы сабақта сен етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын таптың, мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырдың, және етістіктің ережесін тағы да қайталап ал. Саған сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Балалар, сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарийге пікір қалдырыңдар. Ал сұрақтарың болса, маған WhatsApp-қа жазсаңдар болады.